Қаһарман елдің қарулы күштері тұғырлы тәуелсіздігіміздің, еңселі егемен еліміздің қорғаны. Елдің ісі ердің мойнында демекші, ержүрек, қайсар рухта, жалын жүректі сарбаздарымыз халқымыздың тыныштығын күн-түн демей қырағы көзбен күзетіп келеді. Қай кезде болмасын мемлекеттің экономикасының, түрлі салалардың дамуы, ынтымағы мен берекесі жарасқан ел болу үшін алдымен оның қарулы күштері, жасампаз әскері мықты болуы шарт. Сондықтан да шекарасын бекемдеп, ішкі және сыртқы қауіпсіздікті қадағалау әр мемлекеттің басты ұстанымы. Қазақ ұланы бар елдің ұраны бір дейді. Ұлан демекші, ер жеткен әр азаматтың борышы әскери борышын өтеу. Тарихтың барша кезеңдерінде біздің отандастарымыз өмірін әскери қызметке арнап, қолдарына қару алып, елімізді қорғауға дайын тұрған. Себебі елін сүю, отанын қорғау қашаннан да ер жігіттің парызы. Арсландай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Тау суындай гүрілдер, айдынды алаш елімдер, алтын арқа жерімдер, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларға арым, мен жастарға сенемін. Қажың барма тұлпарға, тауы барма сұңқарға, иманы күшті олар да мен жастарға сенемін.